Hayırlı gün apaylar. Hayırlı gün balalar. Konuklarмен амандасайық. Сәлеметсіздер дейміз. Жарайсыңдар балалар, бүгін бізде ерекше оқу іс-әрекеті болмақ балалар. Олай болса балалар, кәнекей, қазір жылдың қай мезгілі? Көктем. Дұрыс айтасыңдар балалар. Көктем мезгілі. Балалар, бізге мынандай видео хабарлама келген екен балалар. Тыңдап көреміз бе? Балалар, мен сиқырлы пішіндер әлемінің тұрғынымын. Біздің геометрия пішіндер әлеміндегі барлық пішіндер мен денелер жан-жаққа шашырап, орындарын таба алмай жүр. Оларды орындарына орналастырып жинау үшін сендер сияқты ақылды балалар ғана көмектесе алады. Балалар, көмектесесіңдер ме? Ендеше балалар, біз ол жерге бару үшін немен баруға болады балалар? Пойызбен. Тағы да немен баруға болады? Автобуспен баруға болады. Тағы да немен баруға болады? Машина. Машинамен. Балалар, оның бәрін бір сөзбен не деп айтамыз екен? Көлікте. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ендеше балалар, біз пойызбен барамыз, жарай ма? Кәнекей балалар, пойыз болып бір-біріміздің артымыздан сырып тұрайықшы. Reks üstünden gelecek vagonlar düdüğün, kollardan düdüğün. Ой, жарайсыңдар. Келдік балалар. Келдік. Енді біз бірнеше тапсырмаларды орындаймыз, жарай ма? Балалар, сендер алдымен ойын ойнауға келе ма? Олай болса келдер балалар. Мына шеңбердің жанында ендеше шеңбер болып тұрайық. Келеміз балалар. Тез. Алдымен ойын ойнап аламыз балалар. Тез келе ойын. Балалар, ойынның аты айналмақ деп аталады балалар. Тақпағымызды айтамыз, тақпақ біткен кезде тоқтап қаламыз, жарай ма? Ендеше жүрейік. Ибрахим кел. Ойынға басымыз. 1, 2, 3. Ойынымызды бастаймыз. Шеңбер болып айналып, шиыршығы жасаймыз. Отырамыз аялдап, қайта тұрып жалғастырамыз. 1, 2, 3. Шықты, тоқтатамыз. Балалар, бұл тоқтап қаламыз. Жоқ, олай істемейміз. Балалар, алдымызда қандай суреттер бар? Осы бойынша қазір сөйлесеміз, жарай ма? Балалар, Сәлимнің алдында қандай суреттер бар? Айтамыз сізге. Көбелек, тағындық бар. Құмырсқа, инелік. Бұның бәрін сөзбен не деп айтамыз екен? Сөзбен не деп айтамыз? Жәндік деп айтамыз екен. Айша бибінің алдында қандай суреттер бар? Балалар, Айша бибінің алдында. Дөңгелек. Жарайсыңдар. Балалар, оның бәрін бір сөзбен не деп айтамыз екен? Пішін деп айтамыз екен. Жарайсыңдар. Назикенің алдында қандай суреттер бар балалар? Қарашы, Назикенің алдында. Ат бар сосын? Түйе. Балалар, оның бәрін бір сөзбен не деп айтамыз екен? Жануарлар. Балалар, олар үй жануарлар ма? Жабайы жануарлар ма? Балалар, үй жануарлар. Қане, Ибрахим, айтшы, сен алдында қандай суреттер бар? Не? Жолбарыс. Сосын? Аю. Балалар, ол үй жануарлар ма? Жабайы жануарлар ма? Жабайы жануарлар. Жарайсыңдар. Балалар, қазір музыка тоқтаған кезде мына жерде қандай қимыл тұр, соны жасаймыз. Жақсы ма балалар? Қане балалар, қандай менде мынандай қимыл тұр екен. Дұрыс. Міне, мына қимылға қараймыз балалар. Осы қимыл жасаймыз. Қане, тағы да жалғастырамыз. Жүр. Билейміз балалар, күшті болып билейміз. Қане, тоқтат.
өзімізге ұнаған пішіндерді алып, тапсырма орындауға өтеміз. Жарайды ма? Бak орнына. Иә, орнымызға барамыз. Жоқ, болды оған қаласыз жер жоқ, бұл мына жерге тастаймыз. Еш нәрсеге тиіспейміз, бала. Мен өзім айтамын. Болды мен жинап аламын, еш керегіміз жоқ. Бала, кәне, маған мұқият қараймыз. Маған мұқият қараймыз, бала. Мен қазір түсіндіріп шығамын. Балалар, мына жердегі тапсырма, сендер мына пішіндерді балалар бояйсыңдар, жақсы ма? Балалар, жақсы ма? Бояйсыңдар міне. Қаз беріп. Балалар, сендер міне, әртүрлі сендерге пішіндер берілген қараймыз. Сендерге осы ұқсас заттарды жабыстырасыңдар қауым, жақсы ма? Мысалы міне, дөңгелекке мынаны қыстырып қойса, үйлесе ма балалар? Жоқ, мынаған дөңгелек жабыстырасыңдар, жақсы ма? Үш бұрышқа ұқсас заттарды жабыстырасыңдар. Балалар, үнеммен істейміз күшті. Ал балалар, сендер осындай пішіндерді мынандай қауіпсіз инеменен осылай деп тігіп шығасыңдар, жақсы ма? Деп тігіп шығасыңдар. Не, оңай. Жақсы ма балалар? Қолыңыз бүлініп қалса, балалар, міне, салфеткамен сүртесіңдер, жақсы ма? Жақсы ма? Салфеткамен сүртесіңдер. Сенікі міне. Түсіндер ме? Орныңызға тұрамыз. Барам қастарға, орныңызға тұрамыз. Бәріңіздің жаныңызға барам. Осыдан алып сүртесіңдер, жақсы ма? Өзім барам, жандарыңызға өзім барам. Сәлем, бояп бастаймыз, балалар. Бояп бастаймыз. Бір-біріңізден алмаң, балалар. Ал балалар, біздің тапсырмамыз ерекше болмақ. Біз қазір мына жерде тәжірибе жасап көреміз, жақсы ма? Мына жерде сендерге қазір осындай қысқыштарды таратып береміз. Таратып берем. Балалар, қараңдаршы міне, мына жерде ақ қағаз тұр ма, балалар? Осы ақ қағаз қазір біз суға салған кезде осыда әдемі суреттер шығатын болады. Тәжірибе жасап көреміз, балалар. Мынадан бір-бір қағаз аламыз. Бір-бір қағаз аламыз. Аламыз. Аламыз, бір-бір қағазды. Алқамызға біреуін ал. Кәне балалар, енді мен қазір мына қағаздардың біреуін балалар мына суға салып көремін. Жақсы ма балалар? Содан кейін сендер саласыңдар. Жақсы ма балалар? Кәне балалар, ең сурет шықты. Балалар, ең сурет шықты. Үш бұрыштың сурет шықты міне. Ал енді балалар, сендер салып көріңдер. Мына қағаздарын сендер аламыз. Пен қысып аламыз. Кәне, Сарада нең сурет шықты балалар, көрекші? Нең сурет шықты? Дөңгелек. Кәне, мына. Күшті қылып қойып жатыр екен. Кәне, көрекші балалар, міне қараймыз. Бәрін дұрыс орындаған ба? Жарайсың, бәрін керемет дұрыс орындаған екен балалар. Жарайсың, міне. Балалар, бұл не? Жол, үш бұрышқа ұқсас жол белгісі, солай ма балалар? Жолда қауіпсіздік сақтап жүресіңдер ме? Дұрыс. Жарайсың, міне, шыңғыста төрт бұрышқа ұқсас заттарды жабыстырған екен. Не бұл шыңғыс? Сағат дұрыс айтасың. Бұл не бұл? Дұрыс айтасың. Бұл не бұл? Дұрыс айтасың. Кәне, қырық бітірді балалар. Міне балалар, Айша тігіп
оқып бітірген екен. Күшті болған ба балалар? Иә, Апай, мен болдым. болды. Не болса. Балалар, қане Айшабекнің жұмысын көрейікші. Күшті қылып қояды ба балалар? Өте керемет қылып қойған екен. Қане балалар, міне, ескі анда керемет қылып қойған екен балалар. Көрдіңдер ме? Өте тамаша. Апай. Қарайсыңдар балалар. Қане балалар, қарайықшы. Тақтаға қараймыз. Иә, балалар, не көріп тұрсыңдар? Дөңгелек, үш бұрыш, төрт бұрыш. Оның бәрін бір сөзбен не деп айтамыз екен? Не деп айтамыз? Жеңсіздер деп айтамыз екен. Айтамыз. Reks üstünden gerektir. Kop, kop, kop. Kokluyuz biz sabahın Жарайсыңдар балалар. Өте тамаша балалар. Сендер бәріне өте жақсы қатысыңдар. Балалар, сендерге ұнады ма? Иә! Балалар, бүгін біз көптеген нәрселерді есімізге түсірдік. Солай ма балалар? Иә! Сендер бүгінгі оқу іс-әрекетіне өте жақсы қатыстыңдар. Мен сендерге ризамын.